Қалайсыңдар, бүгін видео больницада 57 күнге келдік. Аман есен. Бүгінгі айтатын ой, мына инстаграмда жайлап қозғадым. Одан бұрын мына ПЦР-дің бүкіл жауаптары келді. Өкпе бәрін тазарттық. Тазарттық дегенде результаты келді. Бәрі таза, бәрі нормально, шүкір. Бүгін 57 күн айтатын нәрсесі. Сен сеніп жүрген нәрселер бар да, сенің басындағы сенімдер бар, установкалар бар да, сен оған әлі де сеніп жүрсің. Допустим, бизнес бастау, ол қиын, ояқта риск бар, ол қадалып қалады, көп адамдар қадалып қалады деген. Андай сені, сол нәрсені, вообще любой нәрсені жасамауға, солды жасаудан сақтап қалатын, ішінде бір басында бір установкалар бар да, сені іс-әрекеттен алшақтататын нәрселер бар, сенімдер сондай. И, допустим, сен мұсылманбыз, айтасың, мен мұсылманмын, осылай, кәсіпте бизнес бар, сауда, анау келмейді деген сияқты. Кейбір адамдардан естимін, сөйтіп басына құйып алғанда, оны как сылтау ретінде, причина ретінде алып алған, чтобы іс-әрекет жасамауға. И сондай бір неше түрлі нәрселер бар. Допустим, сен сағат 10-да тұрдың, неге сен 7-де тұрсың, 8-де тұрсың, типа сен успешныйсың ғой, сен продуктивныйсың, ерте тұрдың, молодец та. Сен де сағат 10-да тұрдың да, айтасың, кеш тұрдым. Сен күні бойы кеш тұрсам, күн босқа өтті. Допустим, андай сенім бар да, күннің қалай басталады, күннің солай өтеді дегенде бір сенім бар да. Сен соның басына құйып алдың да, сен 10-да, 12-де тұрдың да, сенде әлі қанша сағат бар, соны бүкіл шаруаңыз бітіп соғы. Бірақ сен әлі сонымен жүрсің да, мен күнін дұрыс бастамады, сосын мен жасамаймын деген сияқты. Сол сенім сені жасаудан алшақтатып жатыр да. И сондай көп сенімдер бар. Сен өзің қазір отыр, өзіңді ойлашы, қандай сенімдер сені алшақтатады. Сен бір нәрсе бастаған жүр, қандай установка, қандай сенім, қандай принцип сені соны бастамауға, жасап кетпеуге ұстап отыр, просто так сені ұстап отыр. Сенің убежденияларың, сенімдерің, установкаларың. Соның барлығын жазып шық, и соның барлығын жасауға өзгерт, потому что ол просто сен басында установкада, и соның кесірінен сен өмірің байланып тұр. Сен просто өзіңді алдында кісен деп қойдың өзің бастамауға. Ал сол сенімдер сен прям кісен болып тұр да, и сен соның бүкіл нәрсені алып тастау керексің. Бүгін 57 күннің айтатын күні идеясы бүкілі осы, что просто қазір тапсырма, енді практикалық да, что бүкіл жазып шық, көр қандай сенімдер сені өз арманыңнан бастаған келген нәрседен алшақтатып отыр. Соның барын жазып шық, потом көресің, соның барын өзгертсең, прям сол кезде прям режим полетаны бүйтіп күшіктеп өзгертесің айфонда, дәл сияқты өзгересің. Бүгін 57 күн дамыңдар, даму күтіп